Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Гүлбану. Бүгін мен сіздермен бірге қысқа арналған қызанақтың қосылған қызанақтың шырынында жабатын боламыз. Қыстың күні әсіресе палаумен және де басқа да ет тағамдарымен керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Өте керемет болып шығады соғы. Және де видеоны толығымен қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен банкілерімізді жақсылап жуып, тазалап, осылай 3 минуттай крышкасымен бірге стерилизовать етіп алатын боламыз толығымен. Сонда біздің банкілеріміздің бактерияларымен толығымен жойылатын болады. Және де әрі қарай бізге керекті заттарымыздың мөлшері және де көлемі барлығын описание бөліміне жазатын боламын. Ең әуелі бізге помидорымыздың сопақша түрі керек болады, және де ащы бұрыш, тәтті бұрыш, укроп және де бізге сарымсақ керек болады. Дайын болған банкілерімізге осы укроп таяқшаларымызды алып, салып орналастырып алатын боламыз. Егер өзіңіз укропты ұнатпасаңыз, азырақ етіп салсаңыз болады. Міне осылай басыңқырап, барлық банкілерімізге салып шығатын боламыз біркелкетіп. Ары қарай тәтті бұрышымызды салып шығатын боламыз. Мен екі данадан салып шықтым. Яғни қызыл және жасыл бөлігін салып алдым, жарты бөліктен ғана. Барлығына бірдей қылып, міне осылай барлығына мен 6 дана ғана қызанақ қосылған осындай қызанақты шырын дайындадым. Өйткені адам саны аз болғандықтан азырақ дайындадым. Егер сіздерде адам саны көп болса, көбірек етіп дайындай берсеңіздер болады. Және де осылай үстінен ащы бұрышымызды салатын боламыз. Менде орташа ғана көлемде болды. Және де үстінен сарымсақ салып шықтым 3-4 данадан. Егер сіздер сарымсақты ұнатпасаңыздар, 1-2 дана ғана салсаңыздар болады. Не барлығына біркелкі салып шықтық. Енді қызанақтарымызды орналастыратын боламыз. Міне осылай жақсылап салып, арасына нығыздай етіп салып басып шығыңыздар. Сонда сіздердің қызанақтарыңыз көбірек болып шығатын болады. Міне осылай қызанақтарымызды рет-ретімен қойып, тығыздап басып шығатын боламыз. Және де осы орайда айта кетейін, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз және де пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мені қолдап қойсаңыздар, сіздерге алда жаңа да басқа рецепттермен бөлісетін боламын. Және де каналыма кіріп, ыстық тағамдардың, тәттілердің рецепттерін көрсеңіздер болады. Және де басқа да адамдарға пайдалы болу үшін комментария бөлімінде өз әдісіңізбен немесе өз тәжірибеңізбен бөлісе кетіңіз. Осылай видеодағыдай жақсылап барлығын әдемілеп толтырып алатын боламыз. Барлық банкілерімізді осылай салып шығатын боламыз. Және де осы салып болғаннан соң біздің газымызда қайнап тұрған ыстық суымызды құйып шығатын боламыз. Міндетті түрде суларыңыз суып қалмауы керек. Сақырлап қайнап тұрған суымызды құйып шығамыз. Міне осылай барлығына құйып болғаннан соң бетін жауып, 20 минут көлемінде бетін жауып қалдыратын боламыз суымызды. Әрі қарай шамамен 20 минут өткеннен соң суларымызды бөлек ыдысқа сүзіп төгіп тастайтын боламыз. Бұл суды екінші рет пайдаланбайтын боламыз. Ал егер сіздер дәл осы суды қайта қайнатып, үстінен тұз салып, жауып тастасаңыздар да болады, өте дәмді болып шығады. Осылай бірінші құйған суымызды төгіп тастап, екіншіге қызанақ қосылған қызанақтың шырынын құйып шығатын боламыз. Ең алдымен лавр жапырақтарымызды бір-бір шайқап, үстінен 2-3 данадан салып шықтым. Барлық банкімізге және де үстінен жаңағы осындай қара домалақ перецімізді салып шығатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша немесе осы видеодағыдай салып шықсаңыздар болады аздау етіп. Және де әрі қарай 2 литрлі банкімізге 2 ас қасықтан тұз салып шығатын боламыз. Ал егер сіздер 1 литрлі банкіге жауып жатсаңыздар, 1 ас қасық тұз салатын боламыз. Міне осылай барлығына тұзымызды салып шығатын боламыз. Және де әрі қарай осылай тұз салып болғаннан соң үстінен сірке суымызды құятын боламыз. Міне осындай 70% уксусымызды үлкен қасықпен толтырмай жарты етіп құйып шығатын боламыз. Міне барлығын құйып болғаннан соң бетін жауып қойыңыздар міндетті түрде. Және де осының үстінен қайнап тұрған қызанақ шырынымызды құйып шығатын боламыз. Мен алдын ала барлығын дайындап алдым. Қызанақтарымызды дайындау әдісі, қызанақтарымызды 3-4 бөлікке бөліп, бір қайнатып алыңыздар, сонда суы кішкене ғана шығады. Сосын сол жаңағы бүтіндей қызанақтарымызды марлеге немесе орамалға сығып алыңыздар, сонда суы шығатын болады. Мен дайындау әдісінде 5 килограмм ғана пайдаландым. Сонда
менде 5 килограммға 6 литр ғана қызанағымыздың суы шықты. Ал жетпей қалған қызанақты шырынымыздың орнына қайнап тұрған суымызды құйып шықтым. Міндетті түрде қайнатып алыңыздар суларыңызды. Сосын міне осылай барлығына құйып болғаннан соң, және де осылай видеодағыдай банка жапқыш құралымызбен жақсылап басып айналдырып жабатын боламыз. Міндетті түрде осылай қаттырақ басып тұрып жабыңыздар, сонда біркелкі болып жабылатын болады. Және де осы айналдырып болғаннан соң осылай толығымен су ақпауына көз жеткізіп алыңыздар. Жаңағыдай үстелімізге айналдырып алыңыздар, сонда тұзы толығымен еритін болады. Және де осылай төңкеріп бір тәулікке қалдырып бетін жауып қойдым. Осылайша қызанақ қосылған қызанақты шырынымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Сізге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлбану. Алда басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Және де каналымнан тұздалған қиярдың рецептін таба аласыздар. Міндетті түрде каналыма кіріп қарап шығыңыздар. Және де егер видео ұнаған болса, тіркелуді ұмытпаңыздар.